қап тұз төгілді. Ештеңе етпейді, ата. Ыбырайым пайғамбар келген қонақтың алдына нан мен тұз қояды екен. Бірде дастархандағы тұзы төгіліп кетеді. Пайғамбар төгілген тұзды дереу тере бастайды. Ештеңе етпес, несіне әуре болдыңыз. Жаббар хақ жеті берекенің бірін тұзға жасырған. Берекемді шашып алмайын деп теріп жатырмын. Осыдан бастап ел арасында тұзды төкпе, тұзды шашпа деген тыйым шығыпты. Тұз төгілсе несібе азаяды, ырыс кемейді деп сенеді. Кей жерлерде тұз төгілсе үстіне қант себеді. Онысы берекем қашпасын, үйде ұрыс болмасын, аяғы тәтті болсын деген ниеттен туған екен. Әлі күнге дейін қазақ арасында үйде тұз таусылып қалса, көршілер бір-бірінен сұрамауға тырысады. Алған күнде де үйдің бұрышына бір шымшым қалдырып кетеді екен.